Сәлем, құрметті тыңдармандар. Сіздермен бірге тікелей эфирде өтетін ай сайынғы журналдық буматты хабарландыру айдары. Бүгін біз сіздерге арнайы кітапханаға келіп түскен мемлекеттік тілдегі журналдарға шолу жасаймыз. Балдырған журналы мектепке дейінгі балаларға арналған республикалық журнал. Балдай тәтті бала досы Балдырған. Номер 1, 2024 жылдың қаңтар айындағы шығарылымы. Балаларға арналған комикстер, жұмбақтар, ертегілер және әңгімелер бар. Нұрбек Нұржанұлының телефон жұтқан қыз 6-7 бетте. Биыл балалардың сүйікті жазушысы Бердібек Соқпаевтың туғанына 100 жыл. Бердібек атаның бұлағынан шынықсын денеміз атты өлеңі 9 бет. Бекен Ыбырайымның Сарауыздың саяхат атты ертегісі 30 беттен оқи аласыздар. Айгөлек журналы республикалық балалар журналы. Айгөлек журналында 3 тілде үйрену әліппесі, логикалық тапсырмалар, ақыл-ой сабағы, кім қалай бояйды, алуан түрлі жүйрік бар, өлді деуге бола ма, спорт беті, әлем таныған тұлғалар, айдарынан көптеген мағлұматтар алуға болады. Балалар журналы әсем безендірілген суреттермен, шығармаларымен, ғылым және ғаламның қызықты деректерімен жас бүлдіршіндерді сиқырлы әлемге жетелейтін журнал. Балалар журналының бүгінгі санында Ақорда, Қазақстан Республикасы президентінің резиденциясы 2 бет, әлемдегі ең алғашқы ұшақ 6 бет, жер шарындағы құрлық жерлер 8 бет, жақсылық пен жамандық 14 бет, кит түрлері, көк киттер ғаламшарымыздағы ең үлкен жануарлар 18 бет, ерекше жемістер 22 бет, ойлану керек, қорадағы 2 диванның үстіндегі 2 жұмыртқа жатқан болатын. Олардың күні жалғасы келесі 28 беттен оқи аласыздар. Жұлдыз журналы Қазақстан ақын жазушыларының әдеби әлеуметтік журналы. 2024 жылдың қаңтар айындағы номер 1 шығарылымы. Проза поэзия әлемі. Мұхтар Мағауиндің Алтын Орда. Танымдық тауарих 3 бетте. Есей Жеңісұлы Қайда барасың уақыт. Өлеңдер 123 бетте. Ой толғақ Ғарифолла есім Лев Толстойдың мұны 128 беттен оқи аласыздар. Құрметті тыңдармандар, біз сіздерді арнайы кітапханамызға келіп, газет журналдарды оқуға шақырамыз. Келесі кездескенше.